Жүсіп баласағұн бойынша келетін сұрақтар. Жүсіп кім? Ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері. Қайда дүниеге келген? 1010-1017 жылдар шамасында Шу өзенінің бойындағы Баласағұн қаласында. Баласағұн бұрын қалай аталған? Күз орда. Жүсіптің әкесі кім? Ақын, өнерпаз, сарай музыканты болған. Жүсіп мұрасы барлық түркі халықтарына ортақ мұра болып саналады. Жүсіп баласағұнның еңбегі құтты білік. Ол хижра есебімен 462 жылы, біздің жылмен 1070 жылы жазылған. Бұл кітапты Жүсіп кімге табыстайды? Сатуқ Боғра ханға. Хан Жүсіпке кітап үшін қандай лауазым береді? Хас хажып. Жүсіп баласағұнның туған жері Арман ПВ баспасы бойынша Жетісу жеріндегі Баласағұн қаласы. Жүсіп қандай тілдерді білген? Араб, парсы, қытай. Айналысқан ғылыми салалары әдебиет, тарих, астрономия, геометрия. Құтты білік дидактикалық сарындағы поэма. Бұл кітап ең алғаш рет түркі тілінде жазылған еңбек болуымен ерекше.